Ал енді клубымызға жаңадан қосылып отырған Айдинаны қарсы алайық. Сәлем, менің есімім Айдина, мен әлеуметтік желіге тәуелдімін. Бәрі 10-шы сынып оқу жүргенде басталды. Мен Моймир әлеуметтік желісіне тіркелдім. Сол кездегі қуанғаным әлі есімнен кетпейді. Өйткені бұл мен үшін таңсық еді. Алғашқы күндері ары кеткенде 1 сағаттай отыратынмын. Бірақ уақыт өте келе әлеуметтік желіде отыратын уақытымда ұлғая берді. Тіпті тәуелді бола бастадым. Енді әлеуметтік желіде 1 сағат емес, жарты тәулік отыратын болдым. Сөйтіп, өмірім әдеттегіден күрт өзгеріп кетті. Жаңа виртуал достар таптым, олармен сөйлесемін деп өз достарымды ұмыттым. Отбасымен ренжістім, сабаққа көңіл аударуды қойдым. Содан болар үздік үлгерімді төмендеп кетті. Жоғары оқу орнына грантқа емес, ақылы бөлімге түстім. Университетке сирек барамын. Телефоныма үңіліп отырушы едім. Бірақ бір оқиға өмірімді күрт өзгертті. Бір күні топ жетекші маған сені декан шақырып жатыр деді. Барсам, декан ашулы екен. Қолында әлде қандай құжаттар. Бұлар менің құжаттарым екен. Сөйтіп, оқудан да айырылдым. Мен кімге айналдым? Айналамда болып жатқан оқиғаларды байқаудан қалдым. Бар жұбанышымды мына әлемнен емес, тек виртуалды әлемнен септім. Сол әлемнен ғана бақытын табатындай көріндім. Бірақ таптым ба? Жоқ, таппадым. Керісінше, өмірімді тұңғиыққа батырдым. Мен жаңа өмір бастаймын. Әлеуметтік желіге тәуелсіз өмір.